Assalamualaikum, қазақ тілінің жанашырлары. Қайырлы күн, қадірлі қонақтар, ұстаздар, құрметті ата-аналар және білім алушылар. Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының сатылай кешенді оқыту технологиясы бойынша тілім менің тірлігімнің айғағы атты 17-ші республикалық ауызша командалық олимпиадасына қош келдіңіздер. Туған тілде сыры терең жаным бар, туған тілде мың-мың ыстық қаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар, туған тілде жүрегімнің нанымда. Нанбасанда жүрегімді суырып алғанымда дегеле 17-ші республикалық ауызша командалық олимпиадаға келген мектептердің командаларын қарсы алайық. Астана қаласы нөмірі 71-ші Мөлдір балабақшасының тәрбиеленушілерінен құралған Балдырған командасын жетекшілермен қарсы алайық. Нөмірі 71-ші Мөлдір балабақшасы. Гимназиясын қарсылаңыздар, қареке. Келесі нөмірі 8-ші орта мектеп оқушыларынан құралған командаларды жетекшілермен қарсы алыңыздар, қареке. Орта мектеп оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен. Нөмірі 38-ші мектеп лицейінің оқушыларынан құралған командалары жетекшілермен қарсы алыңыздар. Нөмірі 20-ші гимназия оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен. Нөмірі 25-ші орта мектептің оқушыларынан құралған командалары жетекшілермен қарсы алайық. 25-ші орта мектеп. Нөмірі 63-ші мектеп гимназия оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен. Келесі нөмірі 66-ші мектеп лицейінің оқушыларынан құралған командалары жетекшілермен қарсы алыңыздар, қареке. Қошемет көрсетіңіз, қареке. Екінші мектеп лицейінің оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен қарсы алайық. Нөмірі 74-ші мектеп лицей оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен. Нөмірі 78-ші мектеп гимназиясының оқушыларынан құралған командалары жетекшілермен. Нөмірі 78-ші мектеп гимназия оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен. Қазақ ұлттық өнер университеті мектебінің оқушыларынан құралған командалар жетекшілермен қарсы алыңыздар. Астана қаласына қошемет көрсетейік. Келесі қонақтарымыз Алматы қаласы Әуезов ауданы нөмірі 141-ші жалпы білім беретін мектептің командалары жетекшілермен қарсы алыңыздар.
Bostanlar audani номері 145 мектеп командасы жетекшілерімен. Күкішті ауданы нөмірі 76-шы жалпы білім беретін мектеп командасы жетекшілерімен қарсы алайық. Алматы облысы Талғар ауданы нөмірі 11-ші, 12-ші, 15-ші, 49-ші жалпы білім беретін мектептің командалар жетекшілерімен қарсы алайық. Іле ауданы номері 38-ші мектеп гимназиясының командалары жетекшілерімен. Жамбыл облысы номері Жуалы ауданының номері 19-ші Қонаев атындағы мектеп гимназия командалары жетекшілерімен. Келесі Рысқұлов ауданы Шынәсілі басындағы жалпы білім беретін орта мектептің командасы жетекшімен қарсы алайық. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы номер 42-ші Ақсүйек гимназиясы, Асан Тайманов атындағы номер 34-ші мектеп гимназиясы, Ақжайық ауданы Красная жалпы білім беретін мектеп командалары жетекшілерімен. Келесі Павлодар облысы Екібастұз қаласы Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 2-ші жалпы білім беретін мектеп командалары жетекшілерімен қарсы алайық. Барлық командаларға қошемет көрсетіп, қолдау көрсетейік мінекей. Ұлттық құндылықтардың бәрі де адамның бойына тіл арқылы сіңеді. Ұлттық сананың қалыптасуы мен дамуына да ана тілінің маңызды қызмет атқарады. Тіл елін, халқын, ұлтын сыйлайтын, жан жүрегімен сүйетін ыстық сезімді оятады. Өз елінің, халқының, ұлтының өткенін, қазіргісін, келешегін толық біліп, тексеріп, зерттеп, халық тағдырына, ұлт мәселелеріне, мемлекеттік, елдік, тіпті әлемдік тұрғыдан қарап бағалай білетін саналы ойды тудырады. Ал ұлттық сананы оятатын салтанатты әнұран. Біздің төл технологиямыздың да жан сезімін оятатын, ұлттық намыс пен рухты асқақтататын әнұраны бар. Сөзі сатыла кешенді оқыту технологиясымен білім алған Нұршы Алжанбайқызының шәкірті Қойшиева Әсемдікі, әні Сейдолла Байтеректікі, қазақ тілі әні.
кезегі Астана қаласы білім басқармасының әдіскері Роза Қасымқызы Қасқабаева беріледі. Қадірлі қонақтар, ұстаздар, құрметті ата-аналар және де оқушылар. Бүгін 17-ші сатылай кешенді оқыту технологиясының республикалық олимпиадасына қош келдіңіздер. Бүгін мінеки ең үздік 300-ден астам жан-жақтан 300-ден астам ең үздік балалар оқушыларымыз жиналып отыр. Сіздерге Астана қаласынан, білім басқармасынан артынан тілейтінім, денсаулық, жұмыстарыңызға табыстық тілеймін, шығармашылық тілеймін. Сайыстың аты сайыс, сондықтан бүгін оқушылар ең үздігі жеңімпаз аты беріледі. Сондықтан сендерге тілейтінім бүгінгі олимпиаданың жұмысына сәттілік тілеймін, бәрі жақсы ойдағыдай деп өтеді деп ойлаймын. Келесі құттықтау сөз Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының вице-президенті Грищенко Валентина Федоровнаға беріледі. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, гости. Я поздравляю вас с этим удивительным праздником. Сегодня такой праздник, сегодня у нас 17-я Олимпиада. Я вижу, сколько вас много сегодня, какие вы все интересные, красивые. И я хочу сказать, дорогие друзья, что наука, вот я много лет проработал в науке, и нам очень нужны молодые, талантливые, способные, молодые люди-специалисты. Поэтому вы нам нужны. Мы будем ждать, когда вы закончите школу, поступите в вуз, получите хорошее образование и приходите к нам на работу. Дорогие друзья, значит, я очень рада видеть вас. Сегодня мы послушаем, каких успехов вы достигли. Я уверена, что каждый из вас талантлив по-своему. Каждый из вас вы очень способны и многое можете сделать. И сегодня это может быть для некоторых первый шаг в науку. Поэтому я вас еще раз поздравляю. Я очень рада видеть вас здесь, в таком прекрасном дворце, в нашей столице. И я думаю, что каждый из вас получит сегодня заслуженную награду, хорошую награду. Спасибо вам большое. До встречи.